Хайырлы күн, қадірлі достар. Біз бұл дәрісте меншік туралы сабақты жалғастыра түсеміз. Және де бүгін біз қарастыратын термин сөз ол меншік нысандары. Меншік нысаны дегеніміз ол бұл меншіктің субъектісінің өзіне тән белгілі бір белгісі бойынша сипатталатын критерий. Ол қандай критерий болуы мүмкін? Мысалға, алайық, меншіктің нысандары әртүрлі болады. Олар жалпы халықтық, біріккен үлесті, мемлекеттік, ұжымдық, дербес, тағы. Яғни, осындай түрлі критерийлерге байланысты болады екен. Енді осы меншік нысандары бірге отырып, барлығы екіге бөлінеді. Ол біріншісі мемлекеттік, екіншісі жеке. Мемлекеттік дегеніміз ол бүкіл меншік құқықтары мемлекеттің, ұлттың иелігінде болады. Ал жеке дегеніміз ол меншіктің барлық құқығы бір субъектке жинақталған болып табылады. Енді біз тағы да қарастырып өтетін термин сөздер ол мемлекеттен алу және жекешелендіру болып табылады. Мемлекеттен алу дегеніміз ол басқаша мемлекетсіздендіру, ал орыс әдебиеттерінде разгосударствление деп аталады. Және бұл дегеніміз не? Ол мемлекеттік кәсіпорындардың шаруашылық басқару қызметтерін толығымен шаруашылық субъектісіне беру. Яғни, мүлікті, қандай да бір затты мемлекеттің иелігінен жеке бір шаруашылық субъектісіне беру болып табылады. Ал жекешелендіру дегеніміз не? Бұл орыс әдебиеттерінде приватизация деп келеді. Оның түп шыққан тамыры private деген ағылшын тілінің сөзі, ол жеке меншік деген мағынаны береді. Бұл дегеніміз не? Ол жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік меншікті мемлекеттен сатып немесе тегін алуы болып табылады. Солай. Әзірше осы презентацияны әрі электронды нұсқаларды осы қоғамдық желіде көрсетілген сілтеме бойынша таба аласыздар. Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар.